Здравствуй. Сахна сенеке. Рахмет, бек зор рахмет, хайырлы кеш, исәнермесез, хөрмәтле казанлылар, казансызлар, абыйлар, апалар, энеләр, сеңелләр дип исәнәшик әле. Салават абый булса исәнәшкән булыр икән ишле. Кызлар, кыз булмаганнар дип. Без бәтеш Салават абый да килгән икән. Гафу итегез, Салават кеш. Үзе алда утыра икән. Мин бер дә булай әйтергә тиеш түгелим. Сценарий буенча Җавит абый әйттерде. Минем гаеп юк монда. Менә хөрмәтле тамашачыларыбыз, без инде шушылай матур иттереп шушындый концертларга җыелгач, шушындый бәйрәмнәрдә җыелгач, артистлар булса инде килеп чыгалар да, шулай ук нәкъ безнең сыман инде. Хәерле кич, исәнмесез, бәйрәмнәр белән сезне дип әйтергә яраталар. Мин дә бүген бәйрәм белән дип әйтмәкчием, нинди бәйрәм икәнен генә белмим. Берәр бәйрәм бармы бүген? Юк. Якшәмбе бәйрәме? Якшәмбе бәйрәме. Хәтта бәлки минем сорауда урынсыздыр инде. Бүген нинди бәйрәм дип сорап тору, январь айы инде яңа ел белән бәйрәм белән башланып китә. Бездә бәйрәм бетә менә, көндә бәйрәм, көндә туй. Менә декабрь айлары, ноябрь айлары, октябрь айлары бәйрәмнәргә бик бай ай. Менә 1 октябрь өлкәннәр көне белән башланып китә. Аннан озын-узак та үтми укытучылар көне, фәләннәр көне, поварлар көне, әниләр көне, ноябрь көнендә менә яңа ел көннәренә килеп җиттек. Әле өлкәннәр көненә шушы матур бинада, филармония концертлар залында бездә яшь артистларны гына җыйдылар да концерт куйдык. Ну яшь дип инде бала чагаларны. Кемгә акча түләргә түгел. Шуларны җыйдылар да килдек, рәхәтләнеп концерт куйдык үзебезчә. Һәм инде анда шушындый парларга, шушындый өлкән яшьтәге парларыбызга бүләкләр өләштек. Монда да бардыр, хәзер дә бүгенге залда бардыр шундый парлар. Сорыйм әле. 50 ел бергә гомер итеп алтын туйларын билгеләп үткән яшь парлар бармы зал? Яшь парлар түгел инде. Нормальный гына парлар бармы залда? Бүләк тә бирәмен дигән 54 ел. Бүләк 50 елга гына бит. 54 үк ди. 54кә бүләк юк. Юк, гадәттә булмый торганнары. Менә әлбәттә шулай, беләм бит инде 50 ел бергә гомер иткән парлар килә. Менә рәхмәт, барыбер бер бүләк бирәбез сезгә, бүләксез калдырмыйбыз. Әлбәттә сораганым, 50 ел бергә гомер иткән парлар юкмы залда дип. Юк икәнен беләм бит. Bir апа торып басты да, 58 ел булса ярамыймы ди. Тем ярый, ну бүләге 50 елга гына дидем, инде анда да катылдым. Менә ул бит инде 50 ел бергә гомер иткәннән соң, оныклар була, оныкчыклар була, әби белән бабай буласың инде. Менә бер әби белән бабай үзләренең 50 еллык алтын туйларын билгеләп үтәр өчен авылда гына үзләренең бөтен күршеләрен, туганнарын, дусларын, балаларын җыйганнар да үзләренчә матур иттереп, зурлап алтын туйларын билгеләп үткәннәр. 4-5 сәгать бәйрәм иткәннән соң күршеләре кирип киткән, туганнары кайтып киткән, балалары таралышкач, әби белән бабай икесе генә өйдә калганнар да, инде әби өстәлләр җыештырып йөри, бабай телевизор карап ята икән. Аннан икесе дә җитәкләнешеп, үзләренең йокы бүлмәләренә кирип ятканнар да, бабай сразу хырлап йокыга да киткән, әби уйланып ята икән. Бу гомер дигәннәре агым су кебек икән. 50 ел бер Сәлимем белән гомер иткәнбез. Күпме балалар тәрбияләп үстергәнбез. Күпме дөньяның агын, карасын кичкәнбез. Күпме рәхәт, күпме михнәт дип уйланып ятканда, бабай тагы да хырлый башлаган. Әби түзми бабайга төртә икән. Хырлама әле. Бабай инде нәрсә? Тор әле, тор. Бабай инде нәрсә дип уянса, хырлап ятма әле. Хәтерлисеңме? 50 ел элек безнең бүгенге көн кызыл туй көне иде бит дип әйтәде әби. Бабай инде хәтерлим. Сәлим, хәтерлим дип кенә ятма. Хәтерләсәң шул. Син бит туйдан кайтып яткач, миңа бердә артың белән борылып ятмаганың дип әйтәде. Бабай инде аптырап калып, "Син ничек ятканың соң?" дип сорый икән. Сәлим, син бит мине ышыклап, кычаклап, иркәләп, назлап кына йоклатканың дигәч, бабай инде әкрен генә борылган да әбинең өстенә йомшак кына итеп үзенең кулларын куйган. Әби һаман уйланып ята икән. "Кара әле, Сәлим, син бит мине кычаклаганнан соң битләремнән дә үбә торган гадәтең бар иде икән." Ну, бабай инде бәйрәм өстенә бәйрәм булсын дип үрелгәндә әбинең битенә иттер берне үбеп талган. Әбигә һаман җитми. Һаман кытыкланып ята. "Кара әле, Сәлим, син бит минем биттән үпкәннән соң колак очларыннан да тышлый торган гадәтең бар иде икән."
Бабай bu sözlerini işitkende bütün halin jiyip pastilden sikirip тұрғанда аксый бөлмеден шығып та кеткен. Шул вакыт әби акылына килгәндә, ей карт жүләр, үземнең ничә ел гомер иткән Сәлимемә шундый сүзләр әйтергә ярыймыни? Шаярдым гына Сәлим, шаярдым. Кир, ят дигәч, бабай әйтәде, yak инде yak, тешлим дигәч тешлим, протезларны гына киеп керәм дип әйтәде. Siz Бірік мені дұрыс аңлай көрегіз енді, пожалуйста. Мен сізге бірігізге де протезға қалығыз деп тілеуім түгіл. 50 ел бірге ғымыр еткен әсіңді, 75 жыл бірге ғымыр еткен әсіңді, бір-бірігізде мәхаббәт юғалмасыны, бәқіт юғалмасыны, юмор хисі юғалмасыны деп етесі келе. Міне бізге де енді 75 жыл яшарған насып болсын деп тіледірім енді менде. Үйлендім бет әлі мен. Ешткенігіз ме, yok mu? Рәхмәт. Ярай, алай. Артық зор шатлықлы хәбәр түгел. Кем үйленмәгән, кем кеугә шықмаған енді. Үйлендім деп енді никах болды. Никахта мен де болдым. Әне әйтті де, олым келінді деп. Әнеге қаршы келіп болмайынды, бардым. Ол шушы яшыма жетіп шуны білмәгенмін. Никахта кеу егеті білән келім болырға тиіштір деген уйда башыма да келмеген. Оны уйлағаны емейтем, екі яқлапта туғанлар жиыла да, Мулла бабайны шақыралар да, Мулла бабай никахтаға соқи да, шуннан соң яшап кетеміз дір деп уйлағаны ем. Олай ғана да бітмей екен әлі ол. Әллән енді ант сөздер әйттірелер. Құлға құл тұтынышып, шышы тұрмыш иттәшім білән, сыңғы сұлыш, тұрмыш иттәшім дерге ярамай деді Мулла бабай. Тұрмыш иттәшім демегіз, тұрмышта иттәшлер көп бола олдай. Хәләл жифеті деп әйтігіз дей, хәләл жифеті. Дем, яши тұрған қатын хәләл жифеті болса, ери тұрған қызлар харам жифетідір енді алайса. Ярак кереге соққалап отырма, өзіңе никах оқырға келдім дей. Мәйтем, әйттім, есе қайттым, шаярдым оны. Біз енді ол бізні білмеген, біз аны білмеген, Шейт Муллаға ышанып тапшырмадық. Өзі біздің яқын достыбыз Рамил хәзіретні шақырдық та. Ол енді меңа бүтін ғұрыф ғадетлерін, йолаларын бәйне-бәйне аңнатты. Рифат баштан ұшырашқаш танышу бола. Анар табын артына отырғаннан соң бір ярты сағат уаға селим, никахнықлығы турында. Аннан Құран оқыла, аннан енді бір-бірігізге алған бөләклеріні берішесіз. Аннан бір-бірігізге иман кәлемелер айтып, «Ла иләхе иллаллах Мухаммад Расулуллах» дегеннен соң бір-бірігізге уақыда ант сөздер айтасыз дей. Тем оннан соң нәрсе бола. Оннан соң дұға қылабыз да яши башлайсыз, «Сё» дей. Тем жеңіл екен. Тем Рамил қаралы, міне бүтін бір бигайбет барам, тем уағазында сөйле, Құранында оқы, бүләклерінде берішік, танышық та. Пожалуйста, ант сөзігін айттырмәлі мен айтам. Менің тұрмышқа бүтін башқа планлар, нешегенді дейм, айтам, міне сеңа 1000 сум ақша. Ризалашты. Яңа Құран бойынша ярыдық. Міне, әлі мен яңа Құран өзімді оқымадым 2015 күнді. Мәжіліс матұрғына әйбәткіне башланып кеттейінді, таныштықта, уағазда, силенді, Құранда оқылды, шәй ішіп отыра башладық, бүләкті беріштік. Мәйтем, бәтті ақыры бұл, все, дұға қылабыз қазір. Шәй ішіп отырдық да, Рамил айтайық, хазірет, әйдәлі кеяу басалы дей, басым әлі, бұл мені мақты ақыры. Тұрып бастым да, әйдә Рифат, болашақ хәләл жефетіңе ант сөздері әйтті. Мәйтем, не іштейсің сен, біз бет сенің біле сөйлештік. Йоқ енді, Рифат, аның ғырып ғадәті, еласы шылай, әйтмеше болмайды. Но бүтін туғанлар қашында талашып отырып болмай бет енді. Басқа жайттым енді. Көптен күтілген мезгілер жетті. Шушыны ғына күтіп отырған ем дейдім. Рахмат хәзіретке. Ішімнен хәзіретке дейдім. Қырайдағына отыра бет. Ант дейдім енді, риза дейдім. Аннар енді шәй ішіп бітірдік те тұға қалдық та урамға шықтық. Урамға шыққаш Рамил қырына келдім де, мен айтам, Рамил, не ішледің сен? Біз бет сенің біле сөйлештік, мен айтам, мен бет сенға 1000 сом ақша бердім, неге айттырдың? Но Рифат не ішлеймсің? Извини, ғафу ет, хатының көбірек берді беттей. Хатын половина мишар, половина татар. Алдан 5000 беріп, уже сөйлешіп, құтлап қойған. Әйттіріге деп. Әлі тойда енді өзі біз шәгіне қазанда зорлап той ұзырдық. Кім гіне йоғы енді, артистлар көп келген енді. Анда кім гіне йоғы, Хәния йоғы, Айдар йоғы, Салауат абай йоғы. Салауат абай келденде құтлап кетті, ұстазы болғаш. Міне оригинальный сөздер әйттенде, қазірге қәтлік есте қалды. Шуны ғана ойлап берем мен. Рифат бір оригинальный бір сөз айтам, есіңде қалдырды. Тойның екінші күнінесі сразы күйеуінің көз ашылашақ, келіннің тілі ашылашақ дейді.
Шунарға төзіп, рәхәтін көріп, башыңа каска киіп яшәйін дейді. Міне, оның сөздерін естен шығармайбыз, шул сөздерді яшайбыз. Әлі менен сұрай, Рифат дей, сіздің яшьләрің бөтенде түрліше болады, мәхәббәт, сенің чексің, яратып үйләндің, мәйтем нешегенде. Ну, по любви ме, по любви үйләнәсің ме дей. Мәйтем, солатай білмеймін де, по любвидір ме, жоқтыр ме? Ну, атасы по любому дейді мен айтам. Уже вақыты жеткендір енді. Міне, шошы мәхәббәт темасына кіріп кеттік те, мұнда енді мен сөйлесем ұзын ұзаққа кетем, мұнан уже қышқырып башладылар. Мен енді шоярам да, жырларға да маташам енді өзіне көре, шыққан біріне жырларсың да деділер. Жырлап маташып тұрмаймдыр енді, әйме? Керек. Жырлайм мұны? Олайса, міне, бұйыл программаны әзірлегенде Ойдар Абы Темірбаев деген кіші меңа шылайық ердем еткен енді. Бір дәртлерек кіне бір жыр жазып берген ие. Бұл меңа бетін әзіне дәртлі болса бір ұрында ғана басып тұра алмайм. Секіріп бейсі келе. Біттін жер кіші тұна. Міне әлі біз 13-14 декабрь күндерінде 12 концерт азалында өзіміздің сольный программада телевизия нәрселер тілінде өзіміздің концертini қойдық. Оның сәхнесі тағы да зор. Бұлай ғана өзімгіне басып тұрмасқа деп сәхна бойлап кеттім, секіріп, құтырып, жырлап ерем. Алда бір апа меңа қарап, елмайып, күліп қол шауып отыра. Мен айтам, бұл апаға ұшады ақыры. Яқынырақ келдім де, апа нешек деген ем, бұл меңа дей. Айтам, тоқталы, жырмы мен ме? Конечно сен дей. Айтам, апа жаным, нешлеп бұлай болса, неге бұлай болды деген ем. Балақайым, нек секіресіңсің сен бұл жырыңда? Жырыңның сөздері